О туған жер қадіріңді кім білген, мен қырыңнан теруші едім бүлдірген, сен де өткізген артық екен бір күнім, басқа жерде той тойламаған мың күннен. Қайда жүрсем ойлап сені жүремін, сүйікті елім, момын елім, ұл елім, саған ғана арқамды мен сүйедім, саған ғана аяғымды тіредім. Туған жер әр адам үшін қастерлі де қасиетті ұғым. Туған жерге, туған елге деген махаббат әр адамды алға жетелеп отырады. Туған жер адам өміріне киелі орын алады. Нақты осы жер оны елмен, өткенмен және болашақпен байланыстырады. Міне, сондықтан да тіпті балалық шақтан бастап-ақ адамда отанға деген махаббат сезімі оянады. Әрбіріміз үшін отан ошақ басынан басталады. Туған жер, туған көше, туған қала, немесе мен үшін туған елді мекен. Ол жердің тазалығы да мен үшін маңызды. Табиғат та ессіз еш нәрсе қылмайды. Тіпті қоқыстың өзін жерге көміп немесе өртеу керек. Біз тек табиғаттан алуды білеміз, бірақ өз орнын толтыруды да ойлауымыз керек. Себебі табиғаттың өз табиғи жүйесі бұзылады, ал адамдардың химиялық заттар мен минералды қалай болса солай қолдануы табиғатты ластайды. Сол себепті біз сыныптағы достарымен табиғат жанашыры ретінде туған жеріміздің табиғатын, қоршаған ортаны қорғау үшін қолымыздан келген көмегімізді аямаймыз. Қолымыз қалт етсе айналада қоқыстарды жинап, қоршаған ортаны сақтауға көмек береміз. Тазалық денсаулық кепілі. Табиғат бүкіл тіршілік атауының алтын ұясы және аялы бесігі, құтты қонысы мен өнер мекені. Табиғат адамға қажет баға жетпес байлық, ырыс пен мол қазынаның қайнар көзі. Сондықтан халқымыз табиғат адамзаттың өмір нәрі, қажетінің табылар содан бәрі деп дәріптеген. Табиғат адам бойына адамгершілік, абзал қасиеттерді қалыптастыратын ұлағатты ұстаз. Табиғат адам өмірінің барлық қажетін толық өтей алу үшін ол міндетті түрде ештеңемен былғанып буланбауы тиіс. Адам өзінің де табиғаттың да досы, санасыз іс, әрекет жасаса жауы бола алады. Адам баласы табиғаттың ең ұлы перзенті болумен бірге ең ұлы қамқоршысы екенін ешқашан естен шығармауымыз керек. Табиғат адам бойына шабыт, көңіліне қуат, сезіміне сұлулық пен сағыныш ұялатады. Адам бойына адамгершілік қасиеттерді қалыптастыратын мол тәрбие көзі. Адам табиғатқа мейірімділікпен, сүйіспеншілікпен, қамқорлықпен қарап, үйлесімділікпен сақталғанда адамзат баласы үшін табиғат кең сарай, мәңгі тозбас құтты қоныс болатынын ешқашан ұмытпайық достар. Табиғат ортақ үйіміз.